Сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға тіркеліп, қоңырау белгісін басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сәлем, баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндерің сәтті өтсін, достар. Бүгінгі тақырып Жанар Айжанованың қызы жартылай жалаңаш суретін жариялап, желіні шулатты. Әлеуметтік желіде Айжұлдыз Айдарбекова аль-Купальникпен түскен суреті тарады. Ботаны сылқымны өзі ресми парақшаға жариялап, бұл қылығы үшін ұялмайтынын айтқан. Қазақи салт-дәстүрді дәріптейтін Жанар Айжанованың қызынан бұндай нәрсені күтпесе керек. Желіде жағымсыз пікір қарша боратты. Алайда хейтерлердің шабуылына дайын болған Айжұлдыз бұл қылық үшін ең қымсынбайтынын ашық айтты. Жанар Айжанова қайда қарап отыр? Жаламбы түспедім ба арсыз? Атын шықпаса жер өрте. Жақсыдан жаман туады деген осы екен ғой. Жанар апайымыз қазақи дәстүр тәрбиеге ерекше көзқараспен қараушы еді. Қызы жалаңаштанып кетіпті ғой. Кәмшат Жолдыбаева әпкесіне ұқсапты. Ойбу масқара, Жанар Айжанованың қызы осы Жанар ақыл айтуды қоя салу керек қой деп сынады желі қолданушылары. Достар, соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар, достар. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет бізге.